Бүгін 5 минутта дайындалатын пицца жасаймыз. Пиццаны біз лаваштан дайындаймыз. Видеоны аса лайк басып, жаңадан жетчерім үшін тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Лавашымызды алып, үстіне үгіткіштен өткізіп, сырды сеуіп шығамыз. Жақсылап сеуіп, жазып шығамыз. Үстіне екінші лавашымызды жауып, кетчуп пен майонезді араластырып, жағып шығамыз. Кетчуптың орнына қызанақ пастасын қолдануға болады. Пиццаның толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Колбасамызды төрт-піштілеп турап аламыз. Бетіне үгіткіштен өткізілген сырымызды сеуіп шығып, үстінен колбасамызды салып шығамыз. Оның үстінен тағы да сырымызды саламыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 5 минутқа салып аламыз. Сырымыз ерігенше салып аламыз. Пиццамыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоны аса лайк басып, менің атыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Рахмет.